Саламатсыздарбы, құрметті тыңдармандар. Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің кең бейімді құрылыс шебері біліктілігінің арнайы технология пәні бойынша онлайн ашық сабағы. Мен оқытушы Арынбаева Азина Нұрланқызы. Бүгінгі онлайн ашық сабақтың тақырыбы ғимараттар классификациясы. Ғимараттың классификацияның түрлері көп. Біріншісінен біз бастаймыз, ол функционалдық арналуына байланысты. Функционалдық арналуына байланысты үш түрі бар. Ол азаматтық ғимараттар, өндірістік ғимараттар және де ауыл шаруашылығы ғимараттар. Яғни азаматтық ғимараттар дегеніміз адамдардың тұрмыстық және қоғамдық талаптарына қарай. Мысалы, тұрғын үйлер, театрлар, мектептер, емханалар жатады. Өндірістік ғимараттар, яғни өндіріс құрал жабдықтарын орналастыру және еңбек процесін орындау арқылы әртүрлі өнімдерді алуға арналған. Мысалы, цех ғимараттар, зауыттар жатады. Ауыл шаруашылығы ғимараттарына мал және құс ұстау орындары, жылыжайлар, қоймалар жатады. Келесі классификацияның түрі ол қабырға материалдарына байланысты, яғни ағаштан жасалған ғимараттар мен үйлер, тастан жасалған, бетоннан, қыш кірпіштен жасалған, металдан, блоктардан жасалған, панельдерден және көлемді блоктардан жасалған ғимараттар мен имараттар жатады. Ғимараттар қабаттарының санына байланысты бірнеше типке түрге бөлінеді. Бұл дегеніміз бір қабатты ғимараттар, аз қабатты, яғни 2-3 қабатты ғимараттар. Көп қабатты ғимараттар ол 4-тен 9-ға дейінгі қабатты ғимараттар. Көтеріңкі қабатты ғимараттар, яғни 10-нан 20-ға дейінгі. Және де заулим ғимараттар. Бұл дегеніміз 20 қабаттан жоғары. Келесі түрі пайдалану мерзіміне қарай 4 топқа бөлінеді. Бұл дегеніміз бірінші дәреже ол 100 жылдан асқан ғимараттар мен имараттар. Екінші дәрежелі ол 50 мен 100 жылдың аралығында салынған ғимараттар. Бұрын салынған ғимараттар. Үшінші дәрежеде 20 мен 50 жыл бұрын салынған ғимараттар. Және де төртінші дәреже ол жаңадан салынған, яғни 20 жылдан аз бұрын салынған ғимараттар. Қабаттардың ғимарат кеңістігіндегі орналасу бойынша да бірнеше топқа бөлінеді. Бұл дегеніміз жер бетіндегі қабаттар, яғни ғимарат жердің үстінде орналасқан. Цокольдік қабат, яғни ол жартылай жердің үстінде орналасқан, жартылай жердің астында орналасқан. Яғни оның ерекшелігі терезесі, үстіңгі жағында терезесі болады. Жертөле қабаты, яғни ол жердің астында орналасқан. Цокольдікпен салыстырғанда ол жердің астында орналасқан және ода терезесі болмайды. Және де мансардалық қабаттар. Жоба сызбасының түріне байланысты типтік түрі болады ғимараттардың, және де арнайы түрі болады. Яғни типтік дегеніміз ол ғимараттың сызбасы бірдей, тек қана орындары, ғимараттың салу орындары әртүрлі жерлерде орналасқан. Ал арнайы болса, ол өзінің ерекше дизайнымен ерекшеленетін, өзгеше болып табылатын ғимараттар. Осымен бүгінгі онлайн сабағымыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі онлайн сабақта кездескенше.